was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Алланың әмірімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша бүгін Байкин мешітінде Шаймұрат Дәулет Бейбіт ұлы мен Қамахметова ма? Қали Ахметова Нұргүл Жанат қызының ақ некелері қылайын деп отыр. Солай ма? Куәгер ретінде Бастай Саят және Найманқұл Алпыс ба? Және Мұхамбет Дулат. Сіздер ақ некеге куәгер болып отырсыздар. Солай ма? Ал Дәулет мырза жалпы шариғат бойынша, ислам шариғаты бойынша некенің 5 шарты бар. Осы 5 шарты орында келе сіздердің ақ некелеріңіз қиылатын болады. Жақсы ма? Ең бірінші шарты ол екі тараптың да мұсылман болу керек. Екінші шарты ата-ананың разылығы керек. Үшінші шарты ол куәгерлердің болуы керек. Төртінші шарты қалыңдықтың махрының тағайындалуы керек. Бесінші шарты ол иджаб қабул, яғни екі тараптың да келісімі керек. Осы 5 шарты орында келе сіздердің ақ некелеріңіз қиылатын болады. Жақсы ма? Ал ең бірінші Шаймұрат Дәулет Бейбітұлы, сіз мұсылмансыз ба? Алхамдулилlah. Немен дәлелдейсіз? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммад расулуллах. Мағынасы? Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Машалла. Қали Ахметова Нұргүл Жанат қызы, сіз мұсылмансыз ба? Алхамдулилlah. Немен дәлелдейсіз? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух. Мағынасы? Аллахтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Бастай Саят, сіз мұсылмансыз ба? Алхамдулилlah, мұсылманмын. Немен дәлелдейсіз? Ла илаха иллаллах, Мұхаммад расулуллах. Мағынасы? Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Найманқұл Алпыс, сіз мұсылмансыз ба? Алхамдулилlah, мұсылманмын. Немен дәлелдейсіз? Ла илаха иллаллах, Мұхаммад расулуллах. Мағынасы? Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Мұхамбет Дулат, сіз мұсылмансыз ба? Немен дәлелдейсіз? Мағынасы?
Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулуллах деген мағынасы Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Яғни ертеңгі біздің Алланың алдына барған кезіміздегі бұл төлқұжатымыз болады. Біздің Қазақстан азаматы екендігіміз қайдан біледі? Қазақстан азаматы екендігіміз төлқұжатымыздан қарап біледі. Бірақ ертең Алланың алдына барған кезіміздегі біздің мұсылман екендігімізді дәлелдейтін сөз ол ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулуллах деген сөз болады. Бұл сөзді білуіміз керек, бұл сөзді жүрекке түйуіміз керек, және бұл сөзді өзгелерге ескертіп жүруіміз керек. Әрбір мұсылманның жүрегінде және тілінде бұл сөз болуы керек. Жақсы ма? Екінші шарт ол ата-ананың разылығы. Шаймұрат Дәулет Бейбітұлы, сіз өзіңіздің ата-анаңыздың разылығын алып келіп отырсыз ба? Иә. Сіздер куәсіздер ме бұл нәрсеге? Достарсыздар ма сіздер? Келесі Қалиахметова Нұргүл Жанатқызы, сіз өзіңіздің ата-анаңыздың разылығын алып келіп отырсыз ба? Ал үшінші шарты ол әлбетте куәгерлердің болуы. Сіздерде куәгерлер толыққанды болғандықтан біз төртінші шартқа көшеміз. Бірақ төртінші шартқа көшпей жатып, сіздерден мен не үшін калима-и шахадат сұрадым? Өйткені сіздерде мұсылман болуларыңыз міндетті. Түсінікті ме? Мұсылманның некесіне тек қана мұсылман ғана куәлік ете алады. Мұсылман емес адам куәлік бере алмайды. Ол неке батыл болады. Сол үшін де мен куәгерлерден де жаңағы калима-и шахадат сұраған сол себепті. Ал Дәулет мырза, енді сіздің қобалжитын уақытыңызға келдік. Нұргүл ханымның қуанатын уақытына келдік. Ол қалыңдықтың махыры деп аталады. Білесіз бе қалыңдықтың махыры не екендігін? Яғни сіз тарапыңыздан Нұргүл ханым тарапына берілетін бұл сыйлық, сый-саяпат дегеніміз мағынады. Яғни сіз Нұргүл ханымның өзінің қалауындағы нәрсені беруіңіз міндетті. Парыз әрі қарыз оқылады. Түсінікті ме? Ал Нұргүл ханым, сіз Дәулет Бейбітұлынан сыйлыққа не сұрайсыз? 999-да 9 пробалық 20 грамм алдым. Аңғыттар ма бірдеңе? 10 грамм. Болып келістік. Ал жаздық енді. Сіздер осы нәрсеге куәсіздер ма? Сіз алып бересіз. Алып берем. Иә, сендер материаліне көмектесе алмайсыңдар. Сендер айтасыңдар. Дәулет, ертең Алланың алдында осы бір кішкентай ғана сұрақ бойынша сұралып қалмайық. Яғни жәннаттан кеш болып қалмасын жәннатқа кіруіміз. Алланың алдында осы сұрақ бойынша ұсталып қалмайық. Деген сияқты сіздер не істейсіздер, айтасыздар. Сіздер көмектеспейсіздер. Өйткені сіздер Нұргүл ханымды алып жатқан жоқсыздар ғой, Дәулет мырза алып жатыр. Бұл жеке парыз, жеке қарыз болып саналады. Түсінікті ғой? Қарыз алып нетуге болмайды. Иә. Білесің ғой? Бұл бақытты бағалай білу керек. Түсінікті ме? Келесі, ол екі тараптың да келісімі керек. 5-ші шартымыз екі тараптың да келісімі керек. Яғни Шаймұрат Дәулет Бейбітұлы, сіз өзіңіздің разылығыңызбен ешкімнің зорлық-зомын болғансыз, аманатыңыз ретінде Қалиахметова Нұргүл Жанатқызын өзіңіздің еліңізге қабылдадыңыз ба, ешкімнің зорлық-зомын болғансыз, бұл кісіні аялаймын, бұл кісіні ұрмаймын, соқпаймын, бұл кісінің ата-анасын өзімнің ата-анамды қалай құрметтеген болсам, бұл кісінің де ата-анасын солай құрметтеймін деп уәде бересіз ба? Алланың алдында уәде бересіз ба? Уәде берем. Бұл кісіге қарап қабылдадым деп үш рет айтыңыз. Қабылдадым. Сіздер куәсіздер ме осы нәрсеге? Басты өйтпей куәміз деп айтыңдар. Келесі Қалиахметова Нұргүл Жанатқызы, сіз өзіңіздің разылығыңызбен ата-анаңыздың разылығын алып келіп, ешкімнің зорлық-зомын болғансыз, Шаймұрат Дәулет Бейбітұлының ұсынысын қабылдадыңыз ба? Бұл кісінің уәде бере аласыз ба Алланың алдында? Уәде берем. Қабылдадыңыз ба бұл кісінің ұсынысын? Қабылдадым. Отбасы дегеннің ұғымы қуанышта да, қайғыда да бірге болу деген мағына білдіреді. Жақсы ма? Екеуіңізге де қатысты бұл. Яғни қуаныш келген кезінде қасындамын, қайғы келген кезде мен бұл нәрсеге шыдай алмаймын деген нәрсе айтылмау керек екеуіңіздің ортаңызда. Сосын отбасыдағы ұғым жаңағы болғаннан кейін енді шаңырақ көтеріп жатырсыздар. Неше түрлі шайтан лағнатулла жаңағындай ой салуы мүмкін. Сен үйленбей жатып мынандай едің, мінезің үйленгеннен кейін мынандай болды деген айтылмау керек. Ауыздан сөз шықпау керек ондай нәрсе. Неге?
бұл нәрсе некенің бұзылуына әсер етеді. Түсінікті ме? Қазіргі таңда бұл нәрселер өте қауіпті дүние болып тұр. Түсінікті? Сосын интернетке қарап бір-біріңізді сынамаңыздар еш уақытта. Әлеуметтік желілерде ананың әйелі мынандай екен ғой, мынаның күйеуі мынандай екен ғой деген секілді сөздері болмау керек. Түсінікті ме? Барлығы біздің көзімізге жақсы көрінуі мүмкін, бірақ өкінішке орай олардың қайғысы да бар. Олар қайғысын еш уақытта салмайды ғой, жаман нәрсесін салмайды ғой. Сол үшін де интернетке қарап бір-біріңізге баға бермеңіздер еш уақытта. Сосын үлкен сабырлық керек. Түсінікті ме? Үлкен сабырлық керек. Ерге де, әйелге де үлкен сабырлық керек. Дәулет мырза, түсіндіңіз бе? Әйелдің алдында үлкен сабырлық керек. Әйел адам нәзік. Нәзік болғаннан кейін бұл кісілер тез ашуланады. Сол кезінде сабырлық керек. Ал Нұргүл ханым, жалпы Дәулет мырзаның алдында да сабырлық керек сізге. Үлкен сабырлық керек. Өйткені ер адам қойған нәрсесін таба алмай қайта-қайта сізден келіп сұрай береді. Рас ма? Сол кезінде сізді сабырлық қылып, бұл кісіге жөн жоралғысын, дұрыс жолды көрсетіп жүрсеңіз, анасы кейін қай жақта екенін көрсетіп жүрсеңіз болды, жетеді. Қарны тоқ болса, киім бүтін болса, киімі үтіктелі болса, болды. Кішкентай бала секілді ойнап жүре береді. Түсінікті ме? Бірақ үлкен жаңағындай аманат, үлкен жүк сіздің мойныңызда. Бұл кісінің бала шағасын бағуыңыз керек. Бұл кісінің тамағына, туған туысқандарына жақсы қарым-қатынас жасауыңыз керек. Үлкен ақсақалдан сұрайды: ата, отауласқандарыңызға қанша жыл болды деген кезінде атамыз айтады: 40 жылдың шамасы болды дейді. Бірақ сол 40 жылдың шамасында бір рет болсын ұрыстыңыздар ма апамызбен деген кезінде атамыз айтады: жоқ дейді. Неге? Не себепті деген кезінде атамыздың айтқан сөзі: балам, біз неке құрған сәтімізде апаңызбен келіскенбіз дейді. Договорға отырған ғой, атамыз да мықты ғой шіркін. Яғни біреуміз ашуланған кезімізде екіншіміз тыныш, үндемей сыртта отырамыз деп айтады дейді. Сонда жаңағы бауырымыз сұрайды: ата, енді көпген сыртта кім отыр деген кезде ақсақал айтады: әлі күнге дейін сыртта отырып келеміз. Әлі күнге дейін сыртта отырып келеміз. Үлкен сабырлық керек бұл жерде, значит. Түсінікті ме? Әдесе мә деп болмайды олайынан. Өйткені Нұргүл ханым сіз үшін бүкіл дүниесін, бүкіл жақсы көрген нәрсесін, бүкіл ата-анасын, туған туысын тастап бара жатыр. Міне осы амалдарды орындауымыз керек. Ясы ма? Неке дегенімізді дұрыс түсіну керек. Бір-біріңе махаббат болу керек. Бір-біріңе мейірбандық болу керек. Бір-біріне адам баласының жаңағыдай несі болу керек? Әлбетте мейірбандылығы, қуанышы, қайғыда да бірге амалға асырылу керек сол нәрсенің барлығы. Жақсы ма? Міне осы 5 шартты, ислам шариғаты бойынша 5 шартты орындай келе, бүгін сіздер Алланың алдында да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетінің алдында да, және Бәйкен мешітінде сіздердің ақ некелеріңіз қиылды деп есепке алынатын болады. Жақсы ма? Сіздер бүгіннен бастап Алланың алдында ерлі зайыпты болып саналасыздар. Түсінікті ме? Сондықтан бұл үлкен жүкті, үлкен ауыртпашылықты сіз көтерейін деп жатырсыз. Соған дайын болу керек. Және сіз үлкен аманатты қабыл алып жатырсыз. Дүние мүлік бөлек әңгіме, бірақ әйелдің аманаты үлкен, өте үлкен болады. Тең бала шаға несі болады? Барлығына жеткілікті болу керек, үлгеру керек барлығына. Рас ма? Ал міне осы 5 шартты орында келе, міне куәгерлердің арқасында сіздердің бүгін ақ некелеріңіз қиылды есепке алынатын болады. Алланың алдында да, пайғамбарымыз үмбетінің алдында да, Бәйкен мешітінің. Ал енді Алла құтты берекелі қылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Я рахымды болған, мейірімді болған Алла, өзіңнің разылығыңды көздей отырып, бүгінгі ақ некелері қиылған Шаймұрат Дәулет Бейбітұлы мен Қали Ахметова Нұргүл Жанат қызың, я Раббым, ақ некелерін қабыл ала көр. Аллахым өзіңнің тура жолынан, хақ жолынан, сырат-ал-мұстақим жолынан адастыра көрме.
Аллахым бұл кісілерді жын шайтандардың уәсуәсесінен, түрлі қауіп қатерлерден, бәле-жалардан, тәкаппарлықтан, мемештен, көреалмаушылықтан, залымдардың залымдығынан, дұшпандардың дұшпандығынан, ауру сырқаулардан, көз тиюден, сөз тиюден, я Раббым, сақтап өзің қолдап өзің қорғай көр. Өзгелерге үлгілі болатын отбасылардың қатарынан болуды, я Раббым, нәсіп ете көр. Аллахым, осы мешіттерімізге келесі жылдары, я Раббым, сәбидің үнімен келуін, я Раббым, нәсіп ете көр. Ең кем ұрпақтарының 10 болуды, я Раббым, нәсіп ете көр. Аллахым, өзіңнің тура жолынан, хақ жолынан, сырат ал-мұстақим жолынан адастыра көрме. Өзіңнің сүйікті құлдарынан болуды, я Раббым, нәсіп ете көр. Аллахым, фердаусы жәннаттың төрінде қол ұстасып кіретін құлдардың қатарынан болуды, я Раббым, нәсіп ете көр. وصلى الله خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أين الله أكبر. Асма, жылда келе берсеңіздерші, мешітке не болды? Бала-шағама сол ат қойдырайын деп. Не болды сол бала-шағама ат қойдырайын деп? Әрбір дұғаларыңызды Алла қабыл етсін. Екеумізге бақыт баянды өмір нәсіп етсін. Бақыт қайда барамын деген кезінде айтады. Бақыт ауызбіршілігі мол, берекесі мол үйге барамын дейді. Қошында ауызбіршілікті болу керек. Әрбір ер адамның артында үлкен кім тұрады, білесіз бе? Тіреуші кім, білесіз бе? Әйел. Әйел тұрады. Абайдың абай болуында, Құнанбайдың Құнанбай болуында ең бірінші Зере апамыздың рөлі үлкен болу. Түсінді ме? Сол үшін де Нұргүл ханым, сізде батыр ұлдар тәрбиелеуіңіз керексіз. Иманды, еліне, халқына, ата-анасына қызмет жасайтын ұрпақтар тәрбиелеуіңіз керек. Жақсы ма? Қари, ғұлама, ғалым, әлен қариді білеміз, ата-анасы әлен аты деп жаңағыдай сіздердің аттарыңызды шығарса, ол нұр үстінен нұр болады. Бізде айтар ма? Қызығын көр деп бала-шағаның қызығы деген не нәрсе? Жақсы ұл-қыздарды тәрбиелеп, солардың қызық жемістерін. Бала-шағаның ең үлкен қызығы ата-анасына жаман сөз келтірмеуінде. Түсіндір ме? Ата-анасына жаман сөз келтірмеуінде. Бала-шағаның қызығы ата-анасына коттедж алып беруінде емес, машина алып беруінде емес, Дубайға саяхат жасауында емес, Меккеге саяхат жасауында емес, Меккеге барып қажылық жасауында емес. Ең үлкен несі ол ата-анасына жаман сөз келтірмеуде. Түсінді ме? Ең бірінші үлкен кісілер не деп сұрайтын? Кімнің баласы? Кімнің баласысың дейді. Ең бірінші ата-анаңның есімін сұрайды. Кім ата-анаң? Тәрбиелеген кім дейді. Сенің есімін сұрамайды. Қазір ғой есімін сұрайды маған. Баяғыда кісі біледі екен, машалла. Көпті көрген кісі ғой, машалла. Баяғыда сол үлкен кісілердің бірінші ата-анаң кім деп сұрайды. Неге? Өйткені ата-анаға жаман сөз келтірмеуінде ең үлкен бақыт болған. Түсінді ғой? Сол үшін де ата-аналарға еш уақытта жаман сөз келтірмеңдер. Түсінді ме? Екеуіңізге де қатысты бұл нәрсе. Сосын мына жаққа да қатысты бұл. Міне, осы шарттарды орындай келе сіздердің Ақнекеңіз қиылда сіздердің куәліктеріңізбен, иншалла бауырымыз енді есімің кім? 60 едік ғой, 70-ге толмай жатып тек үйлене. Жақсы ма? Осында келіп тез-тез сенің некеңнің қиятынын бізге күн көрсетсін Алла енді. Жақсы ма? Ертерек кел. Өйткені пайғамбарымыз жаңа айттық қой, үйлендір, көбейіңдер, мен сендердің көптіктеріңмен деп пайғамбар мақтанады иншалла. Түсінді ғой? Ал құтты болсын, берекелі қылсын, өмірлеріңізге береке берсін, ата-анаңызды сыйлап, ертең жәннаттың төрінде сол кісілердің басына тәжбиетін ұрпақтарын қылсын иншалла. ЗАГС бар екен да, ЗАГС болғаннан кейін мен сразу беремін. А ЗАГС болмайтын болса, ЗАГС алғаннан кейін аласыңдар. ЗАГС бар. Не жаздың ғой міне? Содан кейін болсын, не тұтқан. Сіздердің некелеріңіз, иншалла, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының муфтият, неке муфтият кесет деген сайтында тіркеулі болады. Сосын балаларыңызға көрсетіп отырсыздар.
Мынаның ішінде кітапшасы бар. Сосын дұғалары бар ішінде. Түсінді ма? Жақсы ма? Алла құтты қылсын, берекелі қылсын иншалла. Садақ қойсаңыздар болады. Тек Дәулет мырзаның ғана құтты қылсын. Рахмет. Берекелі болсын. Амин.